Баршаңызға сәлем, өте дәмді тамаша бір жасағаннан сәтті шығатын сырники жасаймыз. Сырникидің сәтті шығу құпиясы сүзбеміз құрғақ болу қажет. Арнайы құрғақ сүзбе сатып алыңыз. Сүзбеге қант, ұн, жұмыртқа салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Блендермен езіп алған дұрыс, сол кезде сырникиіңіз біркелкі әдемі болып піседі. Блендермен жақсылап езіп аламыз. Бізде кремовая масса шығу қажет видеодағыдай. Осылай қолымыздың көмегімен домалақ етіп жасап аламыз. Ұн сеуіп отырып жасасаңыз болады. Видеодағыдай етіп сырникидің үстінен басып, кез келген бокал немесе осындай ыдыспен пішінін келтіреміз. Дөңгелек болуы қажет. Кішкене май құйып, орташа отта сырникиімізді пісіріп аламыз. Бірінші бір жағы қызарғанша пісіреміз. Сосын екінші жағына аударып, бетін жауып, буулап пісіреміз. Өте дәмді әрі әп-әдемі болып шығатын сырникиіміз дайын. Сіздермен болған Әсел. Каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыз.